сөзге включить. Хей, ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге Тұрар Кизет арнасы, және де бүгін бізде өте қызықты видео болайын деп тұр достар. Бүгін мен бірінші рет өмірімде бұндай видеоны түсіріп жатырмын. Шын өмірде 24 сағат челленджін орындайтын боламыз. Достар, бұл видеоның мақсаты 24 сағат челленджін орындау. Яғни айтқанда 24 сағат мен бір жерде өмір сүруім керек. И бүгін достар білесіздер ме, қандай локацияны таңдаймыз? Сендер по-любому білесіңдер. Өткені біз бүгін ресторанда 24 сағат өткізетін боламыз достар. Миға сыймайтын зат ресторанда достар 24 сағат. Бүгін маған көмектесетін ассистентім ол Вагаршак. Ассалаумағалейкум достар. Я достар, бүгін маған көмектесетін досым, ол орыс емес. Ол бала орысша сөйлейді өзі, бірақ ол орыс емес достар. Вот, и бүгін видеода ол орысша сөйлеп жатса, оған мән бермей ақ қойыңдар, мен ойлаймын сендер түсінесіңдер деп по-любому. Так что достар, оның инстаграмы описанияда болады. Обязательно тіркеліп кетіңдер оның инстаграмына. Достар, шынымен де өте қызықты видео болады. Мен кішкене қобалжып тұрмын, өткені прикиньте, біз ресторанға кіреміз достар, вообще миға сыймайды. Ё-май, жестко қолым терлеп кетті. Достар, прям өте қызықты болады. Лайктарыңды басыңдар, арнаға тіркеліңдер, және де комментарийларын жазыңдар. Давайте бастайық. Болды достар, біз көшеге шықтық. Шынымен де кішкене біз қорқып тұрмыз енді. Как там, Вага, что, волнуешься вообще? Какое чувство? Страшно, мандраж есть. Страшно, да? Ё-моё, мне тоже. Достар, просто біз бірінші рет түсіріп жатқан соң өте қорқынышты болып тұрды. Реально қорқынышты достар. Өткені бізді полицейскийлер қазір охранниктар ұстап алса, болды, кетеміз. Вообще бір тюрьмаға кететін шығармыз. Если нас поймают, что с нами будет, скажи мне. Я не знаю, наверное, нас заберут куда-то в участок. Короче, достар, өте қызықты болады, видеоны ізіне дейін қараңдар. Короче, достар, мына жерде мынандай горка болып тұр. Мынандай горка кімнің дворында бар? Солар жазып кетсінші комментарийда. Бәрінде бар шығар осындай горка. Давай, Вагаршак, делай. Базар жоқ, не деген топовый мынау. Катание мынау. Короче, достар, қараңдаршы, мынау деген. Не ғой? Мынау типа қараңдар, достар, андай Нью-Йорктағы выставкадегі зат ғой. Андай генийлер істеген зат. Мәссаған. Чё там, Вага, как тебе ощущение от горки? Болды достар, біз келдік жаңағы ресторанға, міне Мейрамхана. Достар, міне Арарат деген Мейрамхана. Чё там, Вага? Этот же ресторан, да? Ё-моё, что-то страшно, да? Страшно. Короче, достар, біз өте қобалжып тұрмыз. Енді кіруіміз керек, ана жердегі официанттар біреу күтіп алатын шығар бізді. Күтіп алмаса да, короче, кіреміз. Мен пока что камераны өшіре тұрамын, өткені ұяламын мен ана жерге кіруге шеш. Серьезно, достар, қорқынышты. Так, болды достар, біз кіріп бара жатырмыз. Болды, кеттік. Болды достар, біз кірдік, келдік. Вот мына курткілерді шешіп қойдық уже. Мына жерде, короче, отырамыз. Осы жерде тамақ жейміз. Ну, тамақ жейміз дегенде өтірік тамақ жейміз. И сөйтіп, короче, 24 сағатты өткізетін боламыз. Мына жер қараңдар, қандай әдемі. Ше керемет болды қазір. Күтеміз енді қашан официант келеді, ана кнопканы басып қазір официантты шақырамыз. Так, достар, сендер қазір бір качество жаман деп жатсаңдар, мен фронталкаға түсіріп жатырмын, передний камераға. Вот, өткені екінші камера, короче, ана артқы камераға қойғым келіп тұрған жоқ, өзімді көргім келіп тұр. Вагаршак, можешь показать время? Дай, пожалуйста, телефон. Бізде, короче, достар, сағат 8-тен 18 кетті, қалай көріп тұрсыңдар? Бізде 8-ден 18 кетті. Бұл ресторан, короче, сағат 10-да жабылады екен, достар. 10-да жабылады. Бір түрлі, бірақ ресторандар 10-да жабылмауы керек, но бүгін бізде 10-да жабылады екен. Қазір біз енді официантты күтіп отырмыз. Не, на самом деле реально страшно, да, 24 часа находиться? Ну, вообще. Эй, ты же понимаешь, если нас спалят, это еще частная территория. Короче, достар, бұл частная территория болған соң, екі есе қорқынышты. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Будете что-нибудь заказывать? Да, думаю, можно, пожалуйста, меню? Вот и моему другу Да, тоже. мне тоже. Держите. Так. Сейчас. Ну, мы этот выберем, потом вас позовем, хорошо? Все Хорошо? Все, спасибо. Короче, достар. Реально. Что заказывать? У меня никто денег надо. Мне тоже 0 на кассу. Достар, мына жерде ше. Реально. Бәрі қымбат, достар, бәрі қымбат. Міне дос Что там, пицца? Пицца. достар. Реально, ну, по сути, болады бағасы деген. Міне пицца 1700. Бірақ біз, по сути, бұл жерде 24 сағат біз тамақ жеуге келген жоқпыз ше. Какая разница? По сути... Может, это просто типа для вида чай закажем? Давай, достар, Кофе, чай. шай бере салайық мына жерде. Сколько тут он стоит? Что там, Вага?
Вообще, да, тут чая, походу, нету. Отдельных чаев нет. Отдельных нету, Чисто да? это. Чайник чая здесь 1000 стоит. 1000 достар, короче, андай отдельный чай жоқ дейді бұл жерде, енді ресторан болған соң андай хотя бы андай фастфуд сондай жейтін жерде отдельно болады ғой, там 350 теңгеге, там 400 теңгеге, бірақ мына жерде, короче, 1000 теңге дейді. Здесь жесткие цены. Ресторан же, братан. Ресторан болған соң реально жесткие цены. Ладно, короче, 1000 теңгеге чайник заказ берейік. Сөйтіп, короче, шай ішіп, өтіріктен шай ішіп, сосын, короче, көреміз ар жағын, қалай біз жұмыс істейтін боламыз. Достар, видео өте қызық болады. Вроде как мы все выбрали, но мы сейчас будем чай пока что. Можно, пожалуйста, ташкентский чай, чайник, вот один. Все хорошо, сейчас. Спасибо, спасибо. Что там, достар? Опа! Қазақша сөйлеп қой. Ташкентский чай. Давай. Поздравляю. Нормально? Вкусно. Я- Стой, где? Стой. Ты кайф не уходи. Короче, нам нужно, как этот ресторан будет закрываться, нам нужно, короче, аккуратненько спрятаться куда-нибудь, хорошо? И потом, короче, там уже рулить ситуацию. Все, короче, достар, қазір мынау біздер, короче, шай ішіп болайық. Мынау деген қалай кетті? Қазір біздер шай ішіп болайық. Сөйтіп, сосын, короче, уже тығылатын боламыз. Ну, жабылып жатқан кезінде. Короче, достар, сендер лайктарыңды басып отырыңдар, арнаға тіркеліңдер және комментарийларыңды жазып отырыңдар. Біз қазір күтіп отырмыз. Қашан жабылады? Короче, біз... Покажи время, пожалуйста. Короче, достар, қараңдар, сағат уже 9:47 өтті. Біз уже... Сколько мы тут часов? Почти 1,5 часа. Да, где-то так. Короче, достар, 1,5 сағат уже отырмыз. Что там, Вага, нам уже уходить, да? Да, что-то долго сидим. Короче, достар, бізге айтты, 10 минуттан соң жабылады деді, бұл ресторан. Короче, как ты думаешь, может в туалет спрятаться? Как идея? Либо куда можно спрятаться? Может, нычки посмотреть здесь, по ресторану походить. Посмотреть. У нас Здесь 7 минут. На крайний вариант, ну да, в туалете. 7 минут. Достар, бізде 7 минут. 7 минуттың ішінде біз уже үлгеруіміз керек. Надо незаметно как-то сделать, чтобы не заметили. Тут же по-любому охранник проверяет все. Да, по сути, по факту говоришь. Короче, достар, қазір мен видеоны паузаға қояйын. И сөйтіп уже қарайтын боламыз. Там, достар, болды, біз курткаларымызды киіп алдық. Қазір уже бара беретін боламыз. Бізге айтты, үйлеріне қайтыңдар деді. Короче, көттеріңді қысыңдар деді. Уже 10 минуттан соң, короче, жабыламыз деді. Енді қазір біз барып бір нәрсе қылып, достар, тығылуымыз керек. Ема. Білмеймін, бұл жерде біз бір нәрсе қылып қалуымыз керек. Какие у тебя планы? Как ты думаешь, в туалет, да? Туалет. Это самое главное. Сейчас нам нужно найти туалет. Давай тихо выйдем. Пойдем. Так, что в этой комнате? Как ты думаешь? На комната не варкин, достар? Так, мына жерде свет бар ма? Свет бар, а? Нормально бір комната. Мындай тамақ жейтін жер. Прям әдемі. Так, ладно. Кәне. Вазыр жоқ? Мәссаған. Мәссаған. Прикиньте, достар. Вазыр жоқ. Да, базар нет. И все, нам нужно быть тихо. Че мы как у себя дома ходим? Нам нужно быть тихо. Ладно. Смотри. Читай. Туалет. Тихо. Все, достар. Бізге айтты, шығыңдар деді. Но біз, короче, қазір барып туалетке тығылайын деп жатырмыз. Пойдем. Они сейчас закроются. Да. Пошли. Я, может, в этот туалет? Нет. Здесь небезопасно. Небезопасно. А что у нас этот? А что везде свет выключен? Так, как ты думаешь? Давай сюда. Не свет я включить. Смотрите. Просто зайдем. Включи фонарик включи. Главное, короче, чтобы это не зашли сюда. Если зайдет, салам алейкум. Да. Ема, короче, мен өмірімде ойламағанмын. Бұлай болады екен. Тупой. Айбой, достар, мынандайға кім сиген, достар? Тихо. Все. Короче, нам сейчас нужно подождать где-то минут 30. На замок закрой. Чтобы не зашли. Да, минут 30-40 нужно подождать. Потом выходить. Короче, достар,
Короче, достар. Болды. Біз примерно бір 40 минут, 50 минут отырдық мына жерде. Достар, сағат бізде 10-58 кетті. Достар, 10-58. Короче, қазір шығамыз. Давай с Богом. Надеюсь, нас не спалят. Мне страшно. Тебе страшно? Мне тоже. Ема, достар, жестко қорып тұрмыз. Давай все потихоньку выходить. Короче, біз охранникті естідік ше, ол светтерді өшіріп жүреді. Ема, достар. Жестко, жестко. Саған, достар. Жестко, жестко. Қырады. Мына жерде свет өшіріп тұр. Өшіріліп тұр. Міне біз неге қатты сөйлеп жатқан жоқ десеңдер. Біз, короче, видеоны түсіріп жатырмыз. Бұндай қап-қараңғы жерде шынымен де қорқынышты. Мен даже не деп айтып жатқанымды түсінбей жатырмын. Қазір бізді ұстап алса. Ты что-то, может, куртки снимем? Не. В другом месте снимем. Короче, мен досым курткаларымызды шешейік деп жатыр. Мына жерде мынандай заттар бар екен. Кухня. Ема. Кухня. По сути, по закону нельзя же. Если это видео увидят, где мы что-то кушаем, нас же в тюрьму отправят, братан. Так кухня не снимай. Короче, здесь кухня. Как в хоррор-фильмах. Достар, хоррор-фильмдегідей қорқынышты. Ема. Чё там, куда? Да, что-то не верится. Да, мне страшно. Достар, саған жаман қорқып жатырмын. Вака, давай куда-нибудь пойдем туда. Чё? Ема, достар. Сендер көрсеңдер ғой мынаны. Достар, қараңдар. Ема. Это походу, знаешь что? Здесь уже можно, да, разговаривать? Банкетный зал. Да. Достар, бұл жерде уже өстіп смело сөйлей беруге болады. Өткені қараңдар қандай үлкен. Бұл жерде бізді по сути естімейді. Ема, достар, енді бұл жерде охранник жүрмейтін шығар 100%. Өткені біртүрлі. Достар, қараңдар, мен сендерге көрсетейін. Дұрыстап, міне бізде мынандай короче жерлер. Міне, короче. Мынандай банкетный жер. И сосын самый главный зат, достар, мынау. Қараңдар, мына жерде отырасың. Ту-т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 у деп. Қараңдар. Ема. Вага. Мне даже не верится. Чё? Аппаратура. Где? Тихо. Ты больно. Достар, ана жақта есік. Может, свет включим здесь? Я не знаю. Қай жерде свет қосуға болады? Комментарийға жазып жіберіңдерші. Ема, мынандай розетканы көргенсіңдер ма? Базар нет. Пойдем, может, это... Хотя нет, на свет не похож. Ема. Это что? Выключай. Тупой. Космоса ешак. Ема. Мне страшно, Вага. Вага, выключи. Поставь тот первый.
сними меня, сними меня. Қызылорек, қызылорек, қара шаш. Ема, достар, это жестко на самом деле. Надо выключить, по идее. Достар, бұндай видеоны мен шынымен де өмірімде істеймін деп ойламағанмын. Реально қорқып тұрмын. По сути, қазір бізді ұстаса ше, уже ешқайда қашып кете алмаймыз. Бізде шанс жоқ, по сути. Так что до конца бұл жерде қуып өстіп жүре береміз. Короче, Вагршак, если нас поймают, у нас больше нету шансов, по сути. Так что если нас поймают, то все. Салам алейкум, короче. А если не поймают, то будет вообще классно. И все. Звондады ше, мына тупойдың телефонына звондады, дұрыс па? И бұл тупой без звука қойып қоймаған ғой, звучный режимге қойып қойған ауыш. Оған звондады, и бізге охранник келді, жаңа көрдіңдер. Дәл қасымыздан өтіп кетті, достар. Өйтіп ешқашан да істемеңдер өмірлерінде. Мен айта алмаймын, ема. Че там? Опа, меню. Базар жоқ, достар. Базар жоқ, қараңдаршы. Зал банкетный, походу. Что-то стулья ставят. Короче, достар, мен сендерге сразу айтып кетейін, бізде профессиональная камера, профессиональный микрофон жоқ. Сол үшін біз қалай түсіріп жатырмыз, бұл чистый осылай. Короче, қандай бізде возможность болды, сонымен біз түсіріп жатырмыз. Қазір біз жер іздеп көретін курткілерді қалдырып кетуге, может, жаңа отырған жерімізге барып тастап кететін шығармыз. Все, пойдем. Наверное, туда, где мы были. По сути, там куртки оставили. Пойдем. Короче, достар, біз жаңаға кірген жерімізге барайық. Никого нет. Ешкім жоқ екен. Достар, прикиньте, біз бүкіл ресторанды өтіп шықтық та, и жаңағы отқан жерімізге қайтадан келдік, достар. Ема, жестко болды ғой. Айта алмаймын. Я в шоке, достар. Қазір мына киімдерімізді шештік, ема, теріліп кеттім жестко. Ё-моё. Сендерге видео ұнап жатыр деп ойлаймын. Короче, достар, біз қазір ақырындап ана жерге барамыз. Енді білмеймін, не істейміз. Светті қоса берейікші. Охранник ұстаса ұстай берсін. Светті қосып өзіміз отыра берейік. Енді бәрібір ұсталсақ ұсталайық. Без разницы. Все, достар, бізге сәттілік. Сендерге жақсы просмотр. Кеттік. Давай спокойно. Где Свет? Не знаю. Может, там? Ну же.
бизнес почти. Давай. Бір-екі пландарыңды айтып жіберіңдер, бизнес. Вот так вот можешь валяться. Давай, ты сядь, я тебя поснимаю. Что там? Тупой. Ауш. Қалайсыңдар, достар? Здесь же, по сути, далеко от этого. Ну да, по сути. Это вообще далеко. Охранниктан, короче, бұл ұзақ болу керек. Өткені мына комната, ана ұзақтағы жердің көтіндегі комната. Короче, давай посидим тут. Что там, Вага, не снимся? Что мы будем делать? Іш пысқытты, достар, не істеуге болады. Мына жерде уже біз примерно бір 10 минут, 20 минут отырмыз. Охранник келгені жоқ, походу ұйықтап қалған. Свободно, уже үйдегідей сөйлеп жүрміз біз. Бізге бәрібір достар. Короче, достар, ана тупой досым мына жердегі телевизорды, мен артымдағы телевизорды сендерге көрініп тұр деп ойлаймын. Артымдағы телевизорды қосқысы келіп жатыр. Давай включи. Достар, қараңдар. Короче, мына тупой мындай заттарды айтып отыр. Ана залдағыда үлкен зал болды ғой анау. Сондай заттар сияқты бар дейді. И чё? Где? Где? Ема. Опа. Не ставь его там. Ема. Қараңдар. Не істеп жүрміз? Түнде жылдандар сияқты. Қуамыз я бізде. Осы ғой. Что будем делать? Ты что делаешь? На, попробуем, прикольно. Тупой. Достар, қараңдар. Мына жер қап-қараңғыда. Мына жер мынандайда. Какой? Выключи. Достар, короче, біз ана жақтан кеттік. Курткалерімізді алып алдық. Қазір ана жақты қайттан қараймыз. Сөйтіп, білмеймін, не істейміз? Басқа ешнәрсе істей алмаймыз бұл жерде. Это туалет же. Вот это что за дверь? Слышь? Вот это что за дверь? Они работают. Не работают. Откуда ты знаешь? Что там? Опа. Это что? Что там? Это что, подъезд? Это что? Біз ресторанға кірдік. Подъезде там болдық. Подъезд. Прикол вообще. И мы можем, по сути, просто оттуда сбежать, если... Изи. Заходи. Ты что-то сильно. Маған камераны бере тұрды. Куртканы ки деп. Пойдем посмотрим.
стой. Походу охранник. Ема, достар. Біз походу охранник ұйықтап жатыр. Ема, достар. Может выйдем? Все, давай, бать. Достар, охранник бізде ұйықтап жатыр. Не снимай. Почему? Фонариком ты светишь. Фонариком. Проснется. Пойдем, выйдем. Все, по сути, мы челлендж выполнили. Пойдем, побежали. Раз. Два. Давай. Раз. Че там, челлендж выполнен? Ема, достар, прикиньте, біз челленджді орындадық. Да, мә, даже сене алмай жатырмын. Что-то не верится даже вообще. Жестко, мен сене алмаймын. Айбай, біз челленджді орындадық. Қалай мен айттым? Бірақ 24 сағат өткізген жоқпыз, по сути. Қашып кеттік түннің ортасында. Қазір сағат білмеймін неше екен бізде. Ана жерде камера, мына жерде фонарик. Достар, қап-қараңғы, адам жоқ. Вообще жоқ, достар. Короче, болды, мен ойлаймын, челлендж орындалды деп. Ну, қалай айтсам болады, мен үшін орындалды. Видео ұнаса, достар, лайктарыңды басыңдар, комментарийларыңды жазыңдар, және де арнаға тіркеліңдер. Сендермен болған Тұрар және де Вага. Бәріне пока, достар. Давайте.